Достар, сәлем. Бүгін сіздермен біз шелпек пісірамыз. Біздің каналға тіркеліп, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыз. Бізге шелпекке жылы сүт керек 250 грамм, және қант қосамыз, сода қосамыз, тұз қосамыз, сұйық май қосамыз. Үстіне ұнды қосып, осылайынан елейміз. Шелпегімізге ашытқы қоспаймыз, сонда да өте жұмсақ, жақсы дәмді болып шығады. Міне көріп тұрғандарыңыздай нанды елеп болдым. Енді бір 30 минутқа нанды қойып қоямыз. Сосын осындай бөліктерге бөліп тураймыз. Бәрін осылайынан жайып шықтым. Енді пісіруға дайындап жатырмын. Міне қызып тұрған майға шелпегімізді пісірамыз. Уже біздің шелпегіміз дайын. Көріп тұрғандарыңыздай өте жұмсақ, дәмді шықты.